иә сен дей берейінші. Жоқ, сіз деп айт депсің. Мен сіз деймін ғой негізі. Реально? Жеңге, иә мен сіз деймін, переписканы қарасаңыз. Қай жылғысың негізі? 2000. 2000. Мен сен жеңгенмін деп андай. Мен де 2000 ғой. Реально? Иә. Біріншіден келгеніне рахмет. Екіншіден андай проект қой, лайтовый проект, бұл андай просмотр үшін емес, просто душевно сөйлесу, қорқыныштар туралы айту, және де бар қорқыныштарды қалай жеңдің, и сенің подписчиктарың, көрермендер соны көріп өзіне полезный бір пайдалы зат алу, и сол қорқыныштарды оларды жеңе білу деген ниет бізде. Шақырғандарына рахмет. Мен андай жоламан шақырғанда ойладым ше, блин, наконец-то вот маған келетін бір проект бар деп ше. Потому что менде нереально қорқыныш көп. Вот. Прикинь? Вот. Я не знаю, на выпуск қанша сағат болатынына, бірақ менде реально қорқыныш көп. Қорқақ адамсыз. Өте. Мен тревожный адам. Қорқыныш тревожить ете береді. Иә. Бірінші давайте бала кездегі қорқыныштар сөйлесейік. Қандай бала кезде қорқыныштар болды? Жоқ, менде, знаете, менде қорқыныш, тревожность осы бір жылда басталды. Тревожный состояние. Может, 2 жылда басталды ондай. Оған дейін вообще мен қатты ештеңеден қорқпайтын адам болғам. Серьезно? Иә. Я не знаю, как такое случается, или қартайғаным ба. Ол неден басталды? Ең біріншісі менде ең бірінші басталған қорқыныш, ол мен подругалармен бірге тау жаққа барамыз, и мини аварияға түсіп қаламыз. Ондай прям қатты авария емес, біздің артымызға машина соғылады, мен ең артында отырамын, сосын андай баспен соғылып, андай не болады, сотрясение небольшое, сондай нәрсе болады да, и мен миымда андай болады ғой, ё-моё, ондай бар екен ғой, оказывается, это такое возможно, оказывается. Типа, ладно, ты читаешь про новости, что андай авариялар болады дейтін, бірақ спокойно жүре бересің ғой, мен өмірімде болған жоқ қой ондай деп. Пока не касалось. Не касалось, оған ондай қорқыныш болмайды. И ондай, значит, болуы мүмкін ғой, значит, деген ой болып қалды да. Болды, машинаға отыру қорқам. Сосын содан кейін Есентай машина сыйлайды ғой вообще. Ол қорқынышты жеңу үшін ғой, сыйлады. Иә, ол сол қорқыныш жеңу үшін сыйлады, бірақ әлі бар ма ол қорқыныш? Әлі кеткен жоқ па? Жоқ, әлі жазылған да жоқым вождениеға, вообще ондайға. Күресіп отқан жоқ. Вообще? Енді бұйырса осы жылы бастаймын деп отырмын да, бірақ бастауға қорқып отырмын деп. Любой действие қорқыныш па? Күшті. Ал бала кезде сонда ешқандай қорқыныш болған жоқ, бала кезде, есіме түсті, прикинь. Мен судан қорқам ғой, кстати. Қазірде ма? Жоқ, қазір более-менее, бірақ 18 жасымда поборола ол страхты. Мен кішкентай кезімде, мен Весовой деген поселоктамын кішкентай, и Рудник деген жерде бассейн болатын. Сосын сестралармен бірге бассейнге барғам. И батып кеттім ғой мен. Прикинь? Андай үлкен бассейн емес енді, бірақ мен кішкентай болғаннан кейін күлкілі емес қой деп андай сондай болсын. Жоқ, андай айтсың, мен өліп қалдым ғой, білесің ба деген сияқты айттыңыз да. Мен батып кеттім ғой деген. Білесің ба не? Күшті сосын? Күшті емес ол деп жүрсің. Жоқса адамның батып кеткені күшті ма? Жоқ, қалай ол өше қызық болып тұр. Просто судың ішінде жүрдім мен, батып кеттім. Сестралар құтқарып алды ма? Сосын деп тұрған ғой, есімде бар, прикинь, хотя кішкентай болсам есімде бар ол. Неше жас? Где-то бір 4-5 жасымда шығар, 5 жасымда шығар. Деп отқанда сестраларым прикол ұстап жатыр деп ойлап ше, сондай. Үйгенде потом уже, когда почти дивым қалмағанда, практически деп қаласың ғой, чуть-чуть андай. Я не знаю, как это объяснить состояние. Почти уже в обморок сүйін деп отқан кезде шығарып алды содан. Порог болып тұрады, туда-сюда, сол моментте, иә. И все, содан кейін менде судан вообще қорқыныш болды. Мен жуынбадым, даже сасып жүрдім 18-ге дейін. Потом 18 жасымда мен Таиландта тұрдым, ағаммен бірге Таиландта тұрдым. Сол кезде енді амал жоқ уже, Таиландта по-любому ол страхты я поборуешь как-то. И қалай как побороли? Барып, типа, мен переборою деп па, или как-то случайно? Случайно, вот просто андай, капец, классный бассейн деп сондай болады ғой. Давайте секрик деп сондай болады вообще.
ағаны ескертіп қойдым ба, типа қазір бүйтіп тұншығып жатсам ойнап жатқан емес, иә. натуре батып жатыр Иә, дейсіз. иә. Сразу шығарып алып порогта тұрмайын мен. Не подумайте деп. Фобия бар ма? По идее, я не знаю, именно қазір у меня на все страх. Ол землетрясение ең басталды менде. Есінде айтады ғой, сенің ең главный проблемаң дейді ғой осы. Ол алматылықтардың бәрінде сондай бір қорқыныш болып қалған сияқты, иә, бір какой-то қозғалады сияқты. Ну, Со временем кетіп жатқан сияқты ол қорқыныш. Менде әлі тұр. Я не знаю, как это перебороть. Если біреу осымен жұмыс жасап, перебороть ете жазып жүріңдерші комментарийға, білмеймін мен уже не істейтінімді, потому что мен и андай невролог, психотерапевт бәріне бардым. Серьезно? Мен даже ұйықтай алмаймын түнде. Түнде андай мелатонин білесіңдер ма? Иә, сондай ішіп только ұйықтаймын. Серьезно? Иә, да, такой. Қорқыныш үшін. Қорқыныш үшін. Білмеймін, андай странно сияқты, по идее. Ну, қатты вот землетрясение мен үшін, не знаю, или землетрясение именно, может, өлім шығар, андай, я еще не готова умереть, может, сондай сияқты болады. Землетрясениенің соны. Астында қалып қоямын 14 этажда деп. Андай ой болған жоқ па, басқа қалаға, безопасный қалаға көшіп кету или... Мен даже көшуге дайынмын любой жерге. Есентай не хочет? Есентай не хочет. А так мен вообще дайынмын, в принципе. Потому что мен реально ондай страхпен жүру қиын сияқты ше. Мен қатты безбашенный болатын негізі. Мен шынымен андай кезінде до того вообще, кто меня знает, білет, мен клубтарға жалғыз өзім барып сөйтіп жүретінмін ше. Бәрібір маған что происходит? Қазір уже қорқасың ғой, или новостиларда көп шығып кетті ма? Там түнде даже элементарно магазинге шығуға қорқасың ғой қазір. Или лифтқа, вот, кстати, қыздардың страхы. Лифтқа кірейін деп жатқанда бір ұл кірсе артынан. Я боюсь, например. Типа лифтта бір ұлмен наедине қалып қоюға мен қорқамын ше, например. Менде сондай случайлар көп болады. Мен бір қызбен мысалы лифтқа бірге кіремін ғой, мне смешно вот эта ситуация бар ғой. И мен типа ойлаймын, түрі маньякқа ұқсай ма деп. И мен максимально пытаюсь ана жерде көрсетуге. Мен тиіспеймін, жақсымын ше. 9 этажға барғанша дейін ғой. И анау да резко бүйтіп басып, и көзінің взглядымен мені қарап тұрған сеземін да. И это на самом деле плохо. Ну да, это плохо из-за того, что из-за некоторых ситуаций біз андай бүкіл ұлдардан қорқамыз ше. Бірақ, не знаю, мен өзім қорқамын ондайдан. Я, например, не смогла это тоже перебороть. И көп қыздарда сондай қазір. Бізде или новостида ондай нәрселерді көп көрсете ма, содан кейін андай накручивать етесің бе өзіңді, білмеймін енді. Но у меня до сих пор такое. Тем более 14 этажға көтерілемін. Сеть ұстамайды. 14-ке дейін. Сеть ұстамайды. Андай, типа, лифтті күтіп тұрып, бір жігіт тұрады, жоқ, бара беріңіз деген случайлар болды ма? Иә, по идее, постоянно солай болады. Практически постоянно так бывает. Бара беріңіз деп, екіншісіне міне саламын деп. Негізі бұл сенде ғана емес, бұл көп қызда солай. Иә. И бұның решениесін табуымыз керек біз негізі. Жоқ, біз емес. Анда женский мужской лифт қып істесін да. Прикольно, жоқ, жақсы решение ол. Мен еще андай возрастқа келгенмін қазір ше, білмеймін, кезінде WhatsApp'та мамалар жібереді ғой. Ой, мама, очередной рассылка жіберіп отыр. Қазір сенетін болған ғой, сондайға ше қорқып бар ғой. Біреу жіберсе, бір таныстарын жіберсе, мамаға жіберіп, мама, байқаңыз құрсын, андай жемеңіз, андай қарамаңыз, сондай жасқа. Алма деген, оказывается, укол салып, чип салып қойыпты. Сондайға сенетін болған қазір ше. Возраст пен шығар? Білмеймін, или возраст, или уже так много случаев болғаннан кейін вообще біздің елде уже ондай нәрсеге де дайынсың бар ғой, ондай болуы мүмкін дегенге дайынсың. Айтады ғой, типа, жел болмай, шөптің басы қозғалмайды дейді. Ол просто суықтар бір жерден өтірік шыға бермейді. Ол значит, что-то где-то было и есть, да? Андай необычный фобияларыңыз бар ма? Мен андай кішкентай кезімде еще андай мектептегі страхым болды, короче. Білесің ба, сендерде андай болды ма, бір суретті переслать етіп класстастарын, бір андай адам маймыл болып қалатын ба бірдеңке, короче. Типа Құранды мазақ қылған и маймыл болып қалды ма, сондай бірдеңке. Типа Құранды мазақ қылып бірдемес, маймылға айналып кетті деген. Сондайлар көп болатын еді ғой. Андай болып қалады, андай болып қалады дейтін ше. Мен всегда сондайдан қорқатыным бар ғой. Далада бір, сен помнишь, да? Иә, сол тышқан болып қалады. Тышқанға айналып кетті, иә? Бала кезде ең көрген қорқынышты видеом или фотом ана ғой. Орындық бетіп тұрады ғой.
білесіздер ма? Тұрады да па деп шыға келеді ғой. Иә, Сол иә, ең иә. қорқынышты менің өмірімдегі. Менің андай лайтовый қорқынышым бар. Анау мафия бар ғой, бүйтіп ойнайсың да, сосын орындық құлайтын бар ғой, содан қорқамын. Қазіргі мафияда Иә, бар. иә, иә. Ол енді физический қорқыныш қой, иә. Ол по идее қорқынышты ғой астында. Қорқынышты. Қалай ол вообще түскенде? Мен білмеймін, мен жыладым даже бір рет. Пожалуйста, мені құлатпаңызшы. Жылап ше, пожалуйста, мен мафия емеспін, құлатпаңдаршы, главное деп. Шынымды айтып тұрмын деп па? Иә. Андай самолеттарға отырғанда құлап кетеді деген қорқыныш болмай ма? Болады. Осы жылы басталды ондай. Осы жылы тоже сіз бір ситуациядан кейін қорқа бастайды екенсіз, иә? Жоқ, мен вот 2-3 жыл бұрын, 2 жыл может, 2 жылдың ішінде мен осындай қорқақ болып кеттім. А раньше мен смело жүретін, Жан хочет до утра гуляй деп үйде өзім қона беріп, смело жүре беріп, сондай болады. Сенде бар ма ондай? Самолет па? Иә, вообще сен. Менде қорқыныш көп, но мен андай самолетта андайдан қорқамын. Қонған кезде. Именно қонады ғой, тоқтай алмай қалады деп ойлаймын мен. До конца. Ой. Солай кіріп кетеді деп. И самолетта екінші су сұрауға қорқамын. Стюардессадан ше. Маған бір су, сосын бір кола деп айтады. Иә, андай типа ұрсат сияқты платный бар ғой. Сосын мен ақшам карточкада болса да, мен бірдеме сатып алуға қорқамын. Иә, ол бар. Төлей алмай қалып, мен Бізде болды, бірнеше рет болды, төлей алмай қалатын. Яд болады сияқты бәрі, фу, позор деп айтады сияқты. Зачем брать, если денег нет? У тебя же нет денег. А сенде бар да, сен дәлелдей алмай қаласың, и мен просто тупо солай ашып барғам. Никак. Мен, кстати, андай самолеттің звугынан қорқамын. Ұшқан кезде, қонған кезде дейтін андай бір звуктар қорқынышты болады ғой. И мен AirPods тағып аламын да, яғни прозрачность дегенді алып тастаймын да, яғни шумоподавление қойып қоямын. И тып-тыныш, и самолет без звука қонған сияқты болады. Прикольно. Если честно, лайфхак. Менде андай ғой, турбулентностьқа. Иә, турбулентность жақта қорқып бастайсың. Не болып жатыр деп. Бір зат жоғалтылудан қорқасыз ба? Жоқ, ондайдан қорқамын. Телефон жоғалтылған. Мен көп нәрсе жоғалттым бұл өмірде. Деп андай. Главное, мені жоғалтпаса болды деп андай. Мынау дейді, тиктокқа эдит қой. Мен көп нәрсе жоғалттым, бірақ мені жоғалтпаса болды. Хрон толтырып жатсам қайталап. Обручалкам жоғалттым. Серьезно? Обручалка как можно? Предложение істеген жүзікті жоғалттым. Иә. Есентай ренжіді ма? Есентай өзі 5 рет жоғалтты обручалка. 5 рет алдыңдармасың? Есентайға 5 рет алғанбыз, 5 рет жоғалтты. Сіз? Мен бір-ақ рет жоғалттым. Сіз алған жоқсыз? Алған жоқпын. Обручалка жоқ, Разияның қолында қарап. Иә. Есентайға айттым, вот пока ты мне картину купишь, я свободная деп, прикинь, сондай болса. Сондай условия қойсын. Ондай именно в плане материальный жақтан жоғалтудан қорықпаймын. Значит, сіз уже финансово уже өзіңізді кедейлік сана жоқ сізде? Жоқ, ондай емес, вообще в принципе бұрыннан ондай жоқ менде. Мен материальный жақтан қатты жүрегімде алмаймын ондай нәрсе. Күшті. Укол, врач, стоматологтан қорықпайсыз ба? Вообще операция істеп көрмегенмін. Вообще істейтініміз МРТ-дан, например, рентген. Вообще мықты. Қорқасың ба, не? МРТ-дан қорқасың ба? Жоқ, мен қорқпаймын. Ну, бывает, да, по идее. Уколдан қорқады көбі енді. Жоқ, МРТ это, по идее, если так логически посмотреть, да? Это страшно, прикиньте, 15 минут. 15 минут па не? 15 минут па, 10 минут па, сондай ғой вақты, нет? Или мен өтірік аман. Просто мен ана... МРТ-ға түскендер бар ма залда? МРТ-ға түскенсің ба, қанша уақыт? Иә, сонда, прикинь, ты лежишь как будто в гробу. Кстати, МРТ-да мен қорқытып тастады, мама недавно андай тісімді емдетейін дегенде, мен имплант салайын деген кезде, ол темір деді да, МРТ-да ана темір миға әсер беріп, жабыстырып тастайды. Жоқ, мен брекетімен істеткем. Нормально, иә? Нормально. Қазір мен айтайын, мама замандамаған шығар деп, бірақ қорқып қалдым өзім. Значит, бар ғой сенде қорқыныш? Сізде жоқ, но скоро бір новость шықсын. Сосын қорқа бастайсыз. Сөйтіп Россияны қорқытайық деп. Ақшасыз қалудан қорқасыз ба? Жоқ, қорықпаймын ондайдан. Вообще? Неге? Күйеуім бар ғой деп сондай болса. Жоқ, күйеуін ақшасыз қалады деп қорқпайсың ба? Мама бар ғой деп сондай достарымыз бар ғой деп. Жоқ, в принципе, ондай период болғаннан кейін өмірімде ше, ондай периодтан өте аламын, өттім ғой, өте аламын дейтін уверенность болғаннан кейін ондан қорықпаймын. Ондай случайлар көп болды ма?
Ақшасыз болған. болды по-любому, мне кажется. Соңғы рет? Соңғы рет қашан сүйсің? Соңғы рет қашан ақшасыз? Алматыға ендігі енде шығар, может, сол кезде. Иә. Одан кейін прям нольда болған жоқ одан кейін. Типа болды, что там картамда 5000 теңге хотя бы. Сондай болды. Прям нольда болған жоқ. Бірақ нольда болған жоқ. Қыздар негізі запаспен жүреді негізі. Но даже запас болмаса да қыздар көрсетпейді ғой ондайды. Бір 5 миллион всегда жүрген сияқты. Иә, главное уверенность. Иә, 500 теңге бар Каспийда, бірақ андай че где ресторан, главное всегда бір 2-3 миллион жүрген сияқты болады. Сол риза боламын. Біз дейтін 500 теңге қалса сразу көрінеді ғой. Суета дейсің. Иә, сразу любой остановкадағы адам келіп сен 500 теңге қалды ма деп айта алады. Есентаймен сол дос болған кезде андай у него көп случай болатын, ақшасы болмайтын ше. И мен даже өзім последний ақшам қалса да Есентайға беретінмін сол кезде андай қарыз. Типа қарызға деп. Қайтарды ма? Есімде жоқ. Қайтарған шығар уже қаншама. Бірақ карте алып берсе қайтарады ғой бәрін, иә, закон. Уже зикр бәрін жапты негізі. Зикр бар екен. Зикр реклама етті. Бір миллион просмотр болады. Күшті. Есентай қазір кім көп ақша табады? Есентай ма сіз ба? Маған Есентай ренжіп қалады ондай айтсам. Все, онда жауап керек емес. Иә, бізде негізі былай ғой. Мен көп табам. Бірақ мен дегенде бізде андай Есентай менің контентімді жазады, маған реклама жазады. Сондықтан мен табам деп ойламаймын. Сіз просто мостсыз сол реклама. Иә, қалған нені ұйымдастыру, организация полный. Себепкер. Ақша сізге түсудің себепкері Есентай ғой. И менде андай кейде ойлаймын, мне кажется, көп қыздарда үйленгенде андай ой болады да, типа, вот, которым больше зарабатывают, вот я больше зарабатываю, мен ананы істеймін, и күйеулердің миын жейді да. Бірақ мен миымда андай, ол біз екеуміз отбасымыз, и ол Аллах берген екеумізге ризық. Маған ғана емес, ол екеуміз жаратамыз ғой оны. Сондай сияқты. Күшті. Да. Я верю, что Есентай на самом деле, Есентай мол Есентайдікі деп сондай. Я до конца верю, до конца верю. Вот сон маған документы принесет, мен кольцо тағамын. Қартаюдан қорқасыз ба? Жоқ, мен қорқпаймын қартаюдан, бірақ мен қазірше мен мамаларым қартайғанын көремін ғой. И типа мен үшін андай, білмеймін, мне кажется, любого страха это родителей. Это когда вот ты Алматыдасың, и какой-то ұзақ уақытта үйге бармайсың, и ұзақ уақыттан кейін какой-то барасың ғой. И сол кезде прям сен жанында жүрсен білінбейді, но ұзақ уақытты көрмей барған кезде қалай қартайып, қалай морщина түсіп, қалай кішірейіп, андай бір бар ғой. Даже отношениялары уже басқаша, андай өздері бала сияқты уже қазір сондай. А өзіңіз былай морщина түскені, жоқ. Ондай вообще ошибаться етуден қорқасыз ба? Ошибаться етуден қорқпаймын. Жоқ, қорқпаймын. Вообще? Бірақ қазір мен өзімді замечаю, кезінде маған, в принципе, бәрібір болатын, мен қандаймын, я такая, какая есть деген сияқты. Бірақ қазір өзімді всегда пытаюсь идеально көрсетуге, всегда. Андай, не то айтып қаламау деген сияқты ойлар болады. Лицемер емес па? Может. Типа мен қазір өзімнің сөздерімді уже фильтровать етуге. Бірақ қазір я уже қазір боюсь кого-то обидеть ше. Например, менде андай болды раньше. Ол менің мнением ғой. И что? Деген сияқты. Ал қазір уже или я переросла ондайды. Может, вы андай өскен сайын духовный бірдеңелер іздейсің ғой, духовный растешь, и духовный ішіне кіреді ғой, ана біреуді ренжітпе, духовный сыйласып жүру, может, содан кетіп келатыр. Егер сіз типа біреуді ренжітіп алма, біреудің көңіліне тиек етпеу үшін лицемер етсеңіз, это же хорошо. Это хорошо, деп сондай болсын. Это хорошо, это типа никому же вреда это не приносит. Это главное, всем хорошо. Типа, блин, адамдардың ойы да жақсы болады деген сияқты ғой. Ну вот, мен, короче, это тоже по идее қорқыныш. Біреуді ренжітуге қорқамын. Иә, біреуді ренжітуге сұрақ бар еді. Иә. Ну просто, знаешь, когда ты всю жизнь, у тебя окружение юмористов, сен өзің білетін шығарсың, сен байқамай бір тычка айтып қалуы мүмкін, который для тебя может в голове это пипец смешно, андай
например, сен прическаны қарап бір прикол ұстағым келіп тұр, например, ше. ұстай бер, мен Жоқ, например, ұстамады, ойбай, мама папа типа сондай ғой. Но бірақ комментарий жазатын адамдар оны түсінбейді. Иә. Сондай ғой. И бір комментарий жазатын адамның чувствосын я могу задеть, например. А почему она так над ним шутит деген сияқты. И менде қорқыныш болды, что мен біреудің вот вообще левый адамды саған айтқан сөзіме ренжітіп алуым мүмкін деген сияқты. Кстати, осы вообще проблема бізде Қазақстанда. Ну сейчас люди очень стали обидчивые. Раньше ондай болған жоқ, айтшы. Сен десең, сіз дейсіз ба деп, мысалы. Даже просто обычно. Мен просто бір тикток салдым, Мерей деген. Стендапқа бір адам келіп отыр, мен танысам, есімім кім, брат жігіт отыр да, есім Мерей дейді, үйленген. Мен оған тычка шутка айтам, ол күліп отыр, ол түсініп отыр, шутка екен түсініп отыр. Ол бәрі күшті, но мен комментарийде хейт етіп жатады из-за него. Мен ол көрініп тұр, что ол шутка түсініп тұр, но мен хейт прям жестко жазып жатады. Ну, бұл қорқыныш типа просто так пайда болмайды, значит, оған дейін жаңа көңілге қарамай айта бер, көп адам ренжіттіңіз ба? Менде болды, иә. Ну, көп адам емес, бір ситуация мен үшін урок болды, что Разия, сен оказывается, сені көп адам қарайды, сен вообще тіліне ие болу керексің деген. Қандай ситуация? Бәрі білетін сияқты ол ситуация. Қандай? Топтың жүргізушісі болдым ғой мен. И Мереймен выпуск болды менде. Не знаете? Нет. Да, и типа мен үшін өмірімде ең қатты хейт сол кезде болды, короче. Серьезно? И типа, возможно, ол ситуация, ол хейт болған, и менің аузым осылай, как сказать, мен аузымнан ол бір, короче, неуместный нәрсе шығып қалды да, и возможно ол ситуация болу керек болды менің өмірімде, чтобы я как-то себя поменяла, короче. Ну, мне кажется, бізде андай адам бір-бірінің көңіліне тиюден, специально көңіліне адам бір-біріне ешқашан тимейді. Типа нет такого понятия. Просто восприятие разные. Из-за этого просто и все. Если посмотреть выпуск со стороны, ол реально мен өзімді андай, но сенсің ба деп, мен даже ол выпусты қарай алмаймын, например, ше, әлі күнге дейін. Қазір? Типа для меня, не могу это, для меня это мен емес сияқтымын, ше. И сол выпуск мен үшін урок болды, что андай, Разия, иногда ты должна фильтровать свои слова деген сияқты. Сен адамның көңіліне тие алады екенсің деген сияқты. Просто не хочу оны қазбалауға. Не, ол қазбаламай ақ. Потому что это для меня реально мен до сих пор хейт алатын ситуация ше. Типа, менің до сих пор адамдар андай. Я ненавижу просто людей, которые вот маме жазады ғой, типа, сен өзбексің, сен біздің қазақ қызына тиістің, и до сих пор жазады да маған адамдар. Прям до того кеттім. До такой степени жазады адамдар. И даже на выпуск ТикТокқа шығып кетсе, и на выпусктың астына жазады, например, ой, просто он хейт етіп кетті, из-за этого переобулась деген сияқты. Из-за этого я эту ситуацию вообще не хочу никак. Надеюсь, мен осознанный адамдар қарайды. Ну, сейчас просто реально мен даже көп интервью, көп подкасттардан өзім отказ берем. Себебі мен сезесің ба оны? Мен сеземін то, что адамдар мышлениясы өзгеріп кеткен еще. Қай жағы қалай? Андай қатты обидчивый болып кеткен адамдар. Любой нәрсеге андай ренжи береді. Любой. Сондай заман, уақыт болып баратыр, сондай тревожность, бірдеме. Или вот из того, что реально қазіргі жаңалықтар андай, как это сказать? Плохие, да. Жаман жаңалықтар көп болғаннан кейін адамдар более тревожный болып кеткеннен кейін. Сол маңдай. Зато осы выпуск шықса, осыларды көреді да, бет алды қорқып жүр екен, бет алды тревожность етіп жүр екен деп ойлайды. Менде андай еще, мен өзімнің сұрақтарыммен пытаюсь бороться, но я еще не поборола до конца, но мен пытаюсь бороться. В плане мен өз ойыма құямын да андай, Аллаға тапсырып үйрену керек деген. Может, маған ол страхтың бәрі специально келіп жатыр, чтобы мен Аллаға тапсыру состоянияға келу үшін. Может, ол бір урок шығар маған. Әр ситуация өміріңде бір урок үшін келеді ғой саған. И маған да бұл страх пен тревожность, возможно, мен Аллаға тапсыру состоянияға келші дейтін. Бір повод. Бұрын жаңалықтар бір телеканалдан шығатын еді, сол жаңалықтарды сол телеканалдан ғана көретін едік қой. Сол бір определенный уақытта кешкі 8-де полностью жаңалықтар шығады, сол жаңалықтарды көреміз и елде не болып жатқанын білеміз да. И ол бір уақытта бір ұмытылып кетеді. Мысалы қазір бір жаңалық шықса, ол бүкіл группалар, бүкіл пабликтарға нетеді. И сен мысалы ЗТВ-дан мысалы бір пабликтан көресің ол жаңалықты, и
обновить етеді, ол зтб кетіп қалса басқа пабликтан да қайта напоминание келіп отырады. Тиктокқа кіресің, тиктокта да ол напоминание саған екі неден кейін саған шыға береді, мына ракурстан видео, мына ракурстан видео. Типа ты не можешь эту проблему забыть, и у тебя в голове он прям вот басында қалып қалады да, и андай тревожность болып всегда қалып қалады. Мне кажется, солай. Землетрясение дейтін бүкіл рекомендация тиктоктан мысалы солай болды. Сондықтан егер может біз телевизордан ғана көрсек, онда особо не восприятие. Менде андай Есентай вот ол тревожный адам емес ше. Есентай маған айтады, сен білесің ба неге тревожныйсың, потому что сен жаңалықтар оқисың. Мен телеграмда бүкіл жаңалықтарға подписанмын ғой. Вот видите. Ештеңеден қалып қоймайын деп ше. Заранее біліп отырайын. Даже андай землетрясение болған кезде бүкіл приложенияларды скачать еттім ғой мен. Андай Алматыда емес, андай Қытайда землетрясение болса, маған уведомление келіп қалады, сондай бар ғой. И Есентай меня заставил все удалить. Менде қазір дым жоқ. Это правильно. И ол да проблема. Типа, из-за этого тоже может тревожность подниматься. Еще телеграм-каналда мелкий проблема, мелкий бір жаман жаңалықты да салады ғой. Бәрін салады. Типа андай қатты гүгімеші. И ладно, если бы я не... Типа, болады ғой андай, бір аптадан кейін, ой, телеграмға кіріп қарайыншы, бір сообщение келіп қалайды деп кіресің. Мен күнде тексеретінмін каждый новостной пабликті. Қалай, мен ұмытып кетіп подписаться етсем. И вот так что, мне кажется, таких людей много. Наверное, это мой первый шаг к борьбе, как сказать, с тревожностью. Вот так что, если мен сияқты адамдар болса, новости оқи беретін, отпишитесь от всех. Отпишитесь, да, от всех, и это первый шаг, да? Бұл первый шаг сияқты мүмкін. Кім қазір танымал адамдардан қорқынышсыз? Мен имел в виду қорқынышсыз, типа, ақшадан қорықпаймын, нольдан қалудан, там, аэрофобиядан қорықпаймын, анадан қорықпаймын, мынадан қорықпаймын, типа. Үйленбей қалудан қорықпаймын деген сияқты бір сондай адам бар ма, который қазір бір танымал адам, который қорықпайды? Кім деп ойлайсыз? Қайсар деп ойлаймын, почему? Қайсар? Прикиньте, білмеймін неге, шетелде жүре береді ғой былай қарасаң. Мне кажется, Қайсардың қорқынышы біздікінен көп сияқты. Енді ол да тоже енді көрсете бермейді қорқыныштарын. Анадан қорқамын, мынадан қорқамын. Бірақ как будто көзіне қорқыныш жоқ сияқты. Есть со стороны. Мен, кстати, разводтан қорқамын. Мен больше всего өзім жақындарымның разводтарынан қорқамын. Баяғыда қорқыныш бала кезде мама папа развод дейтін. Қорқыныш еді ғой. Развод десе, сен бет алды қорқып, жанып, ажыраспаса екен деп. И сондықтан наоборот ол пользаға кеткен сияқты. Мен мысалы ажыраспаймын. Қандай жағдай болса да семьямды сақтап қалуға тырысамын, өйткені балаларым ажырасамыз деп жатқанда естіп қалса, Құдай сақтасын. Енді сіздер, мен білмеймін, сіздер Құдай сақтасын, бірақ бір-біріңізді өлу жақсы көретін сияқтысыздар. Ол бар. Жоқ, андай просто андай ситуациялар болады ғой, сен даже мен таныстарым, жақындарымда, көп достарым, қазір, например, много друзей, которые развелись. Менде көп достарым бар қазір. Ажырасқан. И вроде қарайсың, блин, күшті болып жүреді ғой деген сияқты. Почему так случилось? Да. И просто андай күйеуі я разлюбил деп сондай айтуы мүмкін, да. А вы боитесь, что Есентай разлюбит? Ни разу. Как можно меня разлюбить, типа, сондай болсаң? Вот все. А ты боишься, что Есентайды разлюбишь? Мен Есентайды никак не разлюблю. Ол маған зекір алып берді ғой деп сондай болсаң, ақшаға құныққанша. Карте алып берсем, мен точкасын қоям. Никогда не разлюблю. Жоқ, енді, мен айта алмаймын, енді, что может быть в будущем. Но біз максимально, енді, шүкір қазір бізде бәрі күшті, бәрі жақсы. И осылай бола берсе ғой деген. Амин. Андай вообще случайлар болды ма? Ажырасамыз деген случайлар болды. Бір рет болды. Мен сен көрген жоқсың ба, біз Есентаймен я хотя бы не дейтін түсіргенбіз ғой. Сол есінде айтқан ғой, я хотя бы не предлагала разводиться. Кстати, Вот мен сондай бізде бір случай болды, бірақ мен үшін, наверное, ол қазір ойласам, ол глупый нәрсе болды. Ол кезде біз енді үйленгенбіз, и мен андай адамдар қатарынан мен телефонмен көп сөйлесе алмаймын. Звондап. И мен мамам, Есентайдың мамасы, қалай айтты ғой, мен енем, что всем понятно. Мамам, маған звондайтын күнде ше, не істеп жатсыңдар, анау-мынау. Мен енді үйлендім ғой, мен не туралы сөйлесетінімді білмеймін ол кезде ше. Не туралы сөйлесетінімді білмеймін вообще. И как будто
и жұмыс көп болып қалады, короче сондай болып қалды да. И андай звоноктарды ала алмай қаласың, андай алсаң да не туралы сөйлесетініңді білмейсің. И типа со стороны если посмотреть, как будто менікі дұрыс емес болды ғой. Как будто қашып жүрген сияқты. Қашып жүрген сияқты, типа мен менсінбей жүрген сияқты бір со стороны қарсы сондай сияқты көрінеді ше негізі. Бірақ просто мен өзім андай адам болдым да, телефонмен көп сөйлесе алмаймын, и жұмыс көп болып кетті ол кездерде, трубка алмай қалам, көрмей қалам, короче. И мама есентайға айтады да, типа Разия бізді типа менсінбей ма, сондай бірдеңке, бір сондай сұрақ болып қалады да. И мен миымда андай болып қалды, а почему типа олай айтып жатыр, они что, типа против меня деген сияқты. Почему так про меня думают, да, типа ну вот, короче, мен сонда солай мама звондап айтады есентайға, бізді менсінбей жатыр ма деген сияқты, неге звонсам алмайды или бізбен сөйлеспейді деген сияқты. Есентай түсініп тұр, ана проблеманда, мына проблеманда ше. И мен есентайға айтамын, неге саған айтып жатыр мама, мне кажется, она типа против меня, может, типа сондай бір ойлар болып қалды да. Вот, и давай, типа, білмеймін, хотя мелочь нәрсе ше. Ол кезде енді үйрендік қой, ол кезде ондай түсінбейсің. Мне кажется, ол енді үйленген жұптарда, парларда көп естіледі, көп вообще сол сөз шығады сияқты, ажырасамыз дейтін бар ғой, бір. Сол бір рет болды өмірімде, и вот есентайға айтамын, ну как будто, білмеймін, или мен жақтырмайды емес, может, она не хочет, чтобы мен, типа, сен әйелім болу, как сказать? Иә, типа. Она не хочет, чтобы я была твоей женой, может, короче. Неге өйтіп айтып жатыр, все, давай ажырасамыз деп, есентайға, короче. А потом я подумала, потом, короче, мен айттым, все, мен киімімді жинаймын, мен кетемін подругаларымның үйіне, все, давай, короче. Хотя ондай қатты ұрыс болған жоқ ана жақта. И андай өзімше үйден шығайын деп аяқ киімімді киіп, есентай маған бүйтіп айтты ғой, если сен қазір кетсең навсегда кетесің. Қазір кетсең қайтып келем деген оймен, ну типа сен өзің кетіп жатсың ғой дейді да. Типа порогты аттайсың, все. Больше қайтып оралма. Типа, и мен де ешқандай әрекет істемеймін, потому что ты сама уходишь. Если ол сенің решениең болып тұр ғой. Если сен кетсең, окончательно кететіндей ой болсын сенде деп. А так не надо с этим играться. Ажырасу деген сөзді зачем айтып деген сияқты. Ол по-взрослому айтып. Ол вообще есентай любой проблеманы күшті решать етеді. И маған ұрсып бүйтіп айтқан жоқ. Мен аяқта, Жан, ну если все понятно, вы не хотите деп сондай отырмын ғой. Есентай просто не айтарым білмей отыр ғой. Жан, енді түсінсейші деп, ойланшы енді өзің деген сияқты. Я просто сидела в пороге вот так вот и кеткен жоқпын, ойлап отырдым ше, өзімнің не істегенімді, ол ұрыс не үшін болғанын. И есентаймен 2 күн сөйлеспедік. Айтады ғой маған, сен үйде қал, менімен сөйлеспей жүре бер. Но үйде қал, если у тебя окончательного нет решения, просто екеуміз бірге бір үйде болайық, сөйлеспей жүре берейік. Онда дейді да. Бірақ не надо кетем, ажырасам деген сөзді айтпай-ақ қой деп. Тем более мелочь нәрсе үшін. Сосын 2 күн сөйлеспейміз екеуміз, есентай екеуміз. Менде бос уақыт болады деп базардай бастады. Ойлануға көп уақыт болады. Ойланып, өзімнің, ну, я поняла, что это моя ошибка. Да, потому что үлкен кісілер ғой все-таки. Конечно, олар, мен новый адам болып тұрмын, а мама мені қызындай көріп отыр да, андай. Сөйлескісі келеді, не істеп жатырмын, сондай әңгіме айтқысы. Я это переборола, короче. Просто каждый день өзім звондайтын, просто так. Просто болмайтын әңгіме айтып. Вот мен ыдыс жудым бүгін, вот мен таңғы 10-да тұрдым бүгін. Это менің привычкама қалыптасып кетті уже қазір. Бір күнде мамама жазам. Сәлем бердік, қайырлы таң деген сияқты. Кайф қой, мынау қазіргі келіндерге деген үлкен совет қой. Мен туралы, ол по-любому ол баласын, әйел туралы олай ойламайды сияқты ешкім ше. Вот сіз ойладыңыз ғой, типа, они плохо обо мне думают, что они не хотят деген сияқты. А на самом деле это типа другая ситуация. Если вот так просто нужно ситуацию поставить и со стороны посмотреть ол ситуацияға. Вот қай жерінде кімдің қателігі болды екен мына жерде, не болды мына жақта деген сияқты проанализировать, и оказывается оның решениесі фигня екен ғой по идее, а мен мына жақта ой ажырасам бүйтем сөйтем деген қатты әңгіме айтып тастадым да, хотя ол мелочь нәрсе екен по идее. И содан кейін болды, для меня уже ажырасу дейтін сөз біздің де шықпайды уже, біздің аузымыздан шықпайды. Топ, мен осыны айтқым келді, Есентай молодец. Ажырасу деген сөз ойыншық сөз емес, бет алды айта бермеңіздер, и типа періштелер әмин дейді ғой.
Ну мне кажется это да лучше типа шешуге ұрысып кетіп қалыңдар бөлек бір 2-3 күнге или жаңағы 2 күн сіздер сияқты сөйлеспеңіздер иә просто үйде өз шаруаларыңды істеп иә там білмеймін далаға шығып кетіңіз но ажырасамыз біз деген сөзді айтпаңыздар дейтін мен айтады ғой мен бір стендап комик бар соның бір несі бар мен достарым ажырасып кетті дейді таныстарым почему десе характеры не сошлись дейді да и типа айтады да менің мама папам 50 жыл болды бірге тұрып жатқанына әлі характер не сошлись но ажырасқан жоқ дейді да и надо это перебороть это күшті мынау инсайт мынау топовый новый келіндерге мынау дейтін прям Разиядан сіздерге инсайт болды қазір инешкамен қорқасыз инешкадан жоқ вообще аташка қалай вообще кайф оказывается это прикиньте мен просто маған әлі күнге дейін удивительно мен андай мен просто мелочь нәрсені істедім просто звонить каждый день это же мелочь звонить каждый день и біздің қазіргі отношениямыз қандай например мен мамамен папамен отношениям өте күшті кәдімгідей есінде айтамын ғой үйге барайықшы деп қандай ене боламын деп ойлайсың қорықпайсың ба ене болудан болашақта бұйырса енді боласың ғой по-любому сол кезде қандай ене боламын мен де біреу звондап ана келін кетемін деп тұрса біздің поколение может басқаша шығар бірақ сенің келіннің поколениясы одан да біздікінен типа отличаться етуі мүмкін ғой білмеймін мен құдайдан тілеймін ше мен жақсы ене болайыншы деп маған жақсы келін түссін деп емес мен өзім жақсы ене болайыншы деп потому что мен жақсы ене болсам келін де жақсы болатын сияқты өйткені үлкен кісілер қазір үлкейген сайын ренжиді ғой ренжи бастайды и мен мама папам бұрын маған папа күнде звондайтын неге хабарласпай жатсыз ұрысып кәдімгідей қазір ренжиді қазір бір 2-3 күн маған жазбайды сосын мен жазғаннан кейін маған айтады бізді халімізді сұрайтын уақыт келіпті ғой андай ренжиді мен папам сөйтіп ренжіп жатқанда мен андай блин дейді андай папа үлкен мен үшін папа ғой андай всегда ұрысатын андай папа сөйтіп ренжіген кезінде онда ренжу эмоциясы бар ма не папаларда дейтін сияқты иә типа папалар да бала сияқты ренжи ала ма нәзік сияқты андай вообще қазақтардың ең басты қорқынышы не деп ойлайсыз қазіргі уақытта кредит деп кредит ондай емес па негізі кредит сияқты иә ақша сияқты қазақтардың ақша кредит материальный состояние ғой бала кезден мама папамызда бізді өсіру иә қазіргі балалар ше именно такие бәрі тез дамыған ба сондай бірдеңе 2005-терді көресің ғой уже бір жерде жұмыс істейді күшті жерде иә кстати уже бір жерде 2008-2008-дер мен вот например сестренкам 2008 жылы алдыңғы жылы мен туған күніме Gucci сумка подарить етті кім ба Сайора серьезно 15 жасында болды ол кезде ойлашы ну типа қазіргі балалар мен үшін реально қатты дамыған из-за этого ата аналар балалар үшін ондай қатты қазіргі балалар ақша табу біледі уже вообще ақша табудың жолдары көбейді удивляюсь бұрын физически жұмыс еді ғой қара жұмыспен осындай заводпен барып ақша табасыз и оны балалар істей алмайды қазір балаларға өте возможность көп ақша табады мимен істейді мимен иә сол қорқыныш кредит может быть я не знаю сен өзбектен қазақтардың қорқынышы сұрап жатқаның ше деп прикинь сіз панатсыз өзбечкасыз ба кетші жоламан дұрыс қой енді сіз өзіңіз просто айтқаннан кейін мен сұрадым а так мен типа қазақ екенін білемін ғой просто өзіңіз айтып жатқаннан кейін мен таза өзбекпін ғой деген қалай кетті таза өзбечкамын серьезно мен сізді қазақ деп ойладым сен бірақ қазақстанда туылып қазақстанда өмір бойы тұрғанмын мен уже восприятие ете алмаймын тоже землетрясение сияқты новостьтар сияқты қазақ все бір қорқынышты алып таста десе сізден бір қорқынышты алып тастайды қай қорқынышты алып тастайтын едіңіз білмеймін мен андай тревожный состояние алып тастайтын едім полностью өзімнен просто любой нәрседен қорқасыз бірақ ол мен любой нәрседен қорқамын как будто мен қазір любой нәрседен қорқамын а вообще қорқыныштар сізге физически қалай әсер етеді денеңізге біреу дірілдейді там біреу бірдеңе сізге қалай жоқ именно физически әсер етпейді вообще нет кстати әсер етеді у меня жүрегім андай қатты соғып у меня прям как будто ощущение было что у меня проблемы с сердцем уже менде бред панический атака болды кстати серьезно из-за страха қалай объясните расскажите нам эту историю прикинь есіме енді түсті мен андай вот землетрясениеден кейін болды ол
вообще, когда было землетрясение, содан кейін мен таңға дейін ұйықтамайтынмын, режимім вообще ужасный болып кеткен ше. Таңғы 7-ге дейін отырамын, когда уже солнце там, и таңғы 5, например, уже күн шыққанда бірақ ұйықтаймын. И кешке дейін ұйықтаймын, осындай примерно болатын. И бір күні, короче, үйде жатам, и маған кажется, что үй қозғалып жатыр. Всегда так кажется. Блин, ол после землетрясения көбінде просто тупо жатасың да, и өзінен өзі үй қозғалған сияқты чувство болды да менде. И бір кезде андай қозғалған сияқты чувство болады. И я чувствую, что маған дем жетпей жатыр. Деп, и андай балконға шығам, андай дем жетпей жатыр вообще. Терезені ашам. И андай, я не знаю, это паническая атака так и работает. Ну, как будто ол панический атака болды менің миымда ше. Или панический атака деген паникамен төбелесесің ба қалай. Мен білмеймін панический атака. Мен сондай деп ойладым, я не гуглила. Но маған дем қатты жетпей қалды. И андай көз алдым, андай қап-қара болып кетті да. И мне казалось, что мен в обморок или құлаймын, или өлем, сондай бір чувство болып қалды менде. Кәдімгідей дем ала алмай сөйтіп қалдым. Еще есентай күшті кайфпен қорылдап ұйықтап жатыр. Оны оятқым келмейді, оның ұйқысын мазалағым келмейді. Өзім тұрмын балконда, өлейін деп. Қалай жақсы көреді, иә, Есентайды, иә. Панический атака адамда өлейін деп жатыр, бірақ Есентай қорылдап ұйықтап жатқан, оятпайды. Қандай махаббат. Күшті түс көріп жатқан шығар деп. Сосын тұрдым балконда, думал уже на улицу выйти, короче. Далаға шығамын деп ойладым. Тұрдым балконда, тұрдым, прям басым айналып, көзім андай перед глазами все помутнело. Я присела, короче, не істерім білмедім, короче, ол уақытта. И через несколько минут отпустила сама по себе. Прикольно. Онда бір-ақ рет болды ситуация. Бір рет болды. Просто дышала вот так по максимуму. Деп. Андайлар қойғансың ғой енді телефоннан ше, как дышать правильно, как побороть, медитация побороть тревожность бүйтіп қосып қойып, медитация для сна дейтінді қосып қойып ше, сондай болып кеттім. Кәдімгідей сіз қатты воспринимаете екенсіз, сонда бірінші рет өмірімде ондай болды. Я не знаю, почему именно осы землетрясениені қатты воспринять еттім, білмеймін. Бірақ бұл землетрясение өте қатты қайталанды ғой еще. Иә. И как будто прям жестко сильно болды. Вот, оказывается, екінші рет болды екен ғой деген сияқты. Иә, болды ғой. Сіз ұйықтап жаттыңыз ғой? Нет, вот андай ойда, оказывается, екінші рет болды ғой, значит, тағы болады ғой. Иә, тағы, как будто еще арасы да аз уақыт қой, и как будто болады прям еще біреу былай болды, біреу былай болды. Иә. И прям мама папалар бәрі үйге қайт деді ғой. Қош? Иә, сразу айтты, қайт үйге, Астанаға, етің тіріде деп айтты. Көшкің келмей ма сен? Вообще, мен Астанаға барсам бір күн, 2 күнде тұра алмаймын. Тек мама папа үшін барам болды. А былай суық, серый город. Серый город. Люди какие-то вот, ну, везде люди хорошие. Өміріңіздегі ең үлкен қорқыныш қандай? Ең вот мына қорқыныш деген. Мынандай типичный сияқты ол. Типа жақындарынан айырылу. Сол шығар. Типа как вести себя, не знаете. Не знаю. Я даже иногда сенде ой бола ма ондай, типа, я иногда думаю, менде кейде андай осознание келіп қалады да. Блин, мен мамам қартайып жатыр, ертең болмай қалса не істеймін деген сияқты. Ондай бәрінде болады. Мен ойлаймын да, бүйтіп есімді жинап аламын да. Давай лучше о хорошем, я вот так. Я понимаю, что все, ну, бәрі өмірден өтеді ғой. Временный еще бүкіл ана. Бірақ қандай, типа, бүкіл бақытты, бүкіл күшті нәрселерді көрсете алмай қалам ба деп қорқам. Үлгермей қалам ба деп. Менде вот недавно осындай осознание келді да, то что прикинь, мен мамам қаншама жыл өмір сүріп жатыр, қазір, например, 53-ке толады ше мен мамам. И бірақ, 2-3 рет шетелде болды. И то ол Өзбекстанға барды. Өзбекстанға барған жоқ, Тәжікстанға барды. И Меккеге барды. Да, ну типа 53 жасында, а мен өзімнің 24 жасымда қаншама елді көрдім деген сияқты. Иә, кстати. И мне так стыдно становится за себя ше. Это даже, например, новый телефон алып бересің ғой, қуанады ғой ана функцияларын. Хотя айтады ғой, керек емес бізге осындай. Мен папам PlayStation өмірінде біріншіден еді. PlayStation 4 ше. Мен үйге PlayStation 4 әкеп, братишкамен ойнадым. И папа ойнады да. И мен вышел, и папа сам, братишка играет. И со стороны посмотрел, папа. Деп ойнаған кезде, как, блин, они же это только вот
от PlayStation кайфуют, Да. они еще не увидели вот эти все возможные, вот эти VR-очки, например, которые я кайфую, бургер там сырный, просто тупо, Я. соны жеп көріп, они дофига кайфа не знают, просто они работали всю жизнь, и так и их жизнь пройдет. Мен даже иногда андай аяймын, не то что мен папаларым, вообще басқа сондай кісілерді көремін ғой, сол просто телефонмен жүрген кезде, өмірдің қазіргі жаңа технологияның өмірдің дамыған кайфын көрген жоқ қой. Блин, солай көре алмай кете ма? Блин дейтін бар ғой, андай қымбат машина бір там шетелге шығу, PlayStation өзіне папам футболист типа ақырын жүгіріп бара жатқанда папа бүйтіп бірге ше типа бүйткен кезде мен ана мама еще қарап тұр, қарашы дейді да, андай мама қызық қой қарап тұр да, и папаны PlayStationмен таңқалдырып жатсың да, и ол біз үшін обыденный нәрсе. кәдімгідей барып жалқып кетіп карьера ойнап бет алды біреулермен ойнап жүресің ғой, сондай нәрселер. Біздің тоже ана, я тоже есіме түсті андай мамаларға барамыз ғой үйге, ата енеме. Сол кезде андай, давайте ресторанға барып суши жейік деп, сондай андай. Для них это прям какой-то повод. Это мероприятие. Давайте бүгін суши заказ берейік. Жақсы көреді ше мен мамам сушиді. Прикиньте, менің папам крылышкиді қатты жақсы көреді. Я тоже крылышки қатты жақсы көреді. Еще бүкіл крылышки KFC дейді. Кстати, любой KFC алып келе жатырмын дейді да, бірақ KFC емес та, ол просто любой крылышки, любой ларектан алған KFC алып келе жатыр, мама да папаң KFC алып келе жатыр. И типа это для них, вот біз ата енене не барамыз ғой сол кезде, для них это ресторанға бару праздник. Кәдімгідей. Я думаю, блин, мы каждый день туда ходим. И мен соларды ойлаған кезде менде чувство стыда болады. Вот. Мен Есентайға айтамын, осы жылы давай вот менің мамамды, менің мамам папам, сенің мамам папаны бірге бір жаққа демалуға жіберейік деп. Вообще күшті. Или бірге барыңыздар. Я хочу, короче, знаешь, біз басында ойладық, что Есентай екеуміз, и біздің мама папалар барады деп. А потом я захотела, что вот мама папа төртеуі бірге Дубайға кетіп қалсын. И если просто біз болсақ қасында, оларда андай болады да, ответственность, бізге ответственность қалады. А тут для них что-то новое, и для меня это максимально андай, миымда андай болып тұр ғой, ситуациялардан қалай шығады деген сияқты. Картиналар ма? Күшті. Дубайда кішігірім құдалық істесін өздері. Бұйырса. Күшті. Мен мамам той қосшындыш, 500 теңге бар. Ойнап айттым. Ата-аналарыңды по возможности. Қуантып. Любой мелочь қуантады. KFC қуантады, PlayStation қуантады, там. Мынандай планшет алып берші, вообще болады, иә. iPhone 16-ның камерасы, iPhone 16, мама 13 алып, өзі алды. 14. Мәсән. И сол кезде мен андай қуантады. Менде, когда өзі мама, папа қазір өз-өзіне ақша жұмсап бастады, и вот это чувство ответственности түсіреді, оказывается, чуть-чуть. Су. Что, мне как олашым? Во. Деп асып Сондай қорқыныштар қазір уже басылып жатыр, жаймен өз-өзінен алып жатқанда. Они поняли, что от меня пользы нет. И сами начали покупать. Или кредитные истории восстановили. Ладно. Хейттен қорқасыз ба? Бірақ жаңа сөйлестік ол. Хейттен. Больше я, чем жоқ, наверное. Андайдан актуальный болмай қалам деген қорқыныш бар ма? Аудиторияның алдында, адамдардың алдында? Жоқ, ондай жоқ. Ондай вообще. Мне кажется, сен даже бір уақыттар андай актуальный болмай қалатын бір уақытың болып қалса, сен по-любому оны, как сказать, ты по-любому восстановишь? Восстановить, да. Солай ойлайсыз. Мен осылай, потому что даже Арчи бар ғой. Бір моменттер не актуальный болды? Жоқ, бір моменттері қанша 1,5 жыл ма Инстаграм жүргізбеді вообще полностью. У него ол кезде еще менен аз подписчик болды да, короче, и ол 1,5 жыл ма жүргізбеді да, Инстаграм қайтып келді, и сейчас он просто взрывает, у него сейчас почти 1 миллион. ол типа бір жылда 400 мың ба 450 мың ба қосып алып чисто на контенте. Еще подписчики жинау қиын ғой 400 или 300, может 200, я не знаю, может, ну, короче. Ну, Арчи қызымен қазір күшті тоже. Ну, даже до этого. Да, футбольный вот этот. Просто келді, түсірді, команда жинады, и
Вот, например, Арчи жаңа қызын көрсетті да, енді бірақ одан наоборот подписчик көбейді да. Сіз Есентайға тұрмысқа шыққан кезде подписчиктарымнан айырыламын деп қорыққан Жоқ. фанаттарымнан. Жоқ, менде больше қыздардың аудиториясы ғой. Иә. Ұлдарда бар бірақ, иә? Ну, может, бір 15% ұлдар шығар, бірақ 80% қызмын де точно. Есентайда сен де блогерсіңдер. Ну, енді блогер, медийный, инстаграмда, тиктокта. Бірақ блогерлық карьера бітеді деп қорқыныш жоқ па? Бір какой-то момент бітіп, может, инстаграм, тикток жоқ болып кетеді резко. Жоқ, ондай қорқыныш. Ондай қорқыныш жоқ вообще. Мен любой жұмыс істей беремін негізі. Ну, типа, андай қорқыныш жоқ, что инстаграм бітіп қалса, мен не істеймін дейтін ондай жоқ, иә? Ондай жоқ. Любой. Просто мен кішкентай кезімнен маманың қалай жұмыс істегенін, папаның қалай жұмыс істегенін көріп өскенмін ше. Біз мама даже, мен кішкентай кезімде мамамен бірге темір, ондай болды ма сендерде? Темір іздеп, ондай болды. Тапсыратынбыз темірді. И мен мамам 3 жұмыста істейтін, 4 жұмыста істейтін даже. Так что, я не знаю, мен ондай нәрседен қорықпаймын. Жұмыстың ешқандай ұяты жоқ сияқты, любой жұмыс. Жұмыстың ұяты жоқ вообще. Даже бәрібір, честно, даже андай бір жерде пол жусам да, бір жерде андай ыдыс жусам да, ондай, если вдруг болып қалса, главное, все готово. Зарабатывать и все, да, это вообще. Ондайдан қорықпау керек. Иә. Ол наоборот жұмыс істемеген ұят. Иә, қазір. Жұмыс істеген емес, жұмыс істемеген. Иә, жұмыстың ұяты жоқ, жұмыс істемеген ұят, наоборот. Күшті, мен ондайдан қорықпасаңыз, то что блогерлік бітіп қалады. Сен қорықпайсың ба? Неден? Мен блогер емеспін. Жоқ, андай. Мен кәдімгі қара жұмыс қазір Осы подкаст бітіп қалатынына. Осы подкаст басталмай жатып па? Жоқ, мен де любой жұмыс, мен де неде істедім. Стройка, любой жұмыс істей аламын. Мен қолым екеуімде бар, мен сенемін да. Мен де стройка екеуім бар сияқты. Скуф болудан қорқасың ба? Уже скуф сияқтымын мен. Уже? Иә. Если сен қорқынышы бар болса, уже скуф сияқтысың, ондай емес па? Скуф дейтін андай старый адам ғой. Старый адам. Просто молодежный адамдар олар андай, обезбашенный сияқты бәрі, полны энергии, полны жизни, мен ештеңеден қорықпаймын, тек қана алға деген сияқты. Біз деген андай, ойбай, қазір не то бастақ қойсақ ше ананы деп. Уже андай қартайғанның белгісі то, что сен уже басқа ұят деген андай қорқыныштар. Ұят деген ойлайсың уже скуфтың несі сияқты чуть-чуть. Симптомы. Так, скуфтардың симптомы. Есентайдан қорқасың ба? Жоқ. Ну, вообще қорқпаймын. Мен Есентайдан қорқпаймын, мен Есентайды только уважать етемін дейтін. Только уважение, но нет боязни, да? Разве сен татуировка бар, иә? Иә. Татуировка салған уақытта или бір осуждение? Вот мен сол кезде андай, қорқыныш қалай, зумер ма? Зумер болдым сол. Бумер ма, қалай айтады? Не ол? Зумер, бумер, кім дейді ана? Мен де скуф екем ғой. Молодежный адамдар ол. Зумер ғой ол? Иә. Сол, зумер болдым, зумер. Қазір скуф болып қалдым уже. Осылай сөйлесейікші, подкастымыз плюс 5 болып жатыр, жастар көрсін шамалы. Ол кезде андай қатты обезбашенный болатын ол кезде. Мен татуировка білесің ба қалай салдырдым мен? Мен просто далада кетіп бараттым. Бұл татуировка қандай? Мына жақта гүл и бір өлеңнің шумақтары. Екі-ақ сөз ғой? Him and I. Өлеңнің аты, короче. Him and I. Иә, Еще мынандай бар. Бұл жүрек. Иә, болды. Короче, мен просто далада бүйтіп кетіп бараттым да, тату салон көріп қалдым, досыммен кетіп баратқам. Го татуировка салдырайық дедім, го дедім, болды, салдырдым. База жоқ, күшті келсі. Сондай болды. Насколько андай обезбашенный болдым ол кезде. Кейде сағынамын сондай өзімнің андай обезбашенный болған кезімді ше. Бұл татуировкалар, типа, Есентайдың мама папасы қалай қарайды, туыстары қалай қарайды деген қорқыныш болған жоқ па? Бір енді көрді, кажется. Осы подкасттан көреді, кажется. Андай тұрмысқа шығарып алдырып тастайын ба дейтін ойлар болған. Жоқ. Вообще Есентайдың мамасы, отбасы андай өте современный сондай адамдар негізі. Топ. Ол нәрсеге күшті қарайды. Өзбек келінді алғанға қарағанда деп. Не, по идее, это же тоже проблема ше. Да басқа бір комментарийдағы адамдар уайымдайды ғой, енді үйленгенде. Қазақ қызы бітіп қалды ма, қазақ қызы жоқ па? Вообще, ол проблема ғой негізі. И даже можно
понять, что Есентайдың ата аналарының нелері восприятиялары басқаша екен, осы жерден түсінуге болады ше, то, что он разрешил, то, что они ему ничего не сказали насчет этого. Вообще классно. Иә. Ну, может быть, был разговор между собой, ну, вообще... Болған жоқ, айтайын ба? Ага. Айтайын ба? Ага, айтыңыз. Деп сондай болса. Когда мы с Есентайым еще дружили, Есентайдың папасы айтты ғой Есентайға, сен осы Разияның қасында жүргенде, сенің көзің жанып жүреді дейді да. Неге сен өйтіп андай екеуін жүріп көрмейсіңдер деп Есентайға бір толчок берген сол кезде. Есентайдың өзі келіп айтқан жоқ, вот мен Разияны алам деп шештім, мен Разиямен жүремін деп шештім деп болған жоқ, андай папасы айтқан ғой сол кезде. Андай көзің жанады, күшті бақытты болып жүресің деген сияқты. Потолок қой. Иә, қатты қуанды ғой екеуміз. Мне кажется, Есентай мен Разияның сендердің өмірбаяндарының андай махаббат линияларынан бір кино шығаруға болады сияқты. Жаңағы типа ажырасам десең, типа соңғы сол сөзбен честно ойлап тұрсаң, келесің абай дейді, ана бүкіл ситуацияларды алып қосып бір обручалка жоғалтқан 5 рет, анау. И Без меня то же самое болды. Есентаймен бізде, короче, я же узбечка, и у нас андай, ну, я не знаю, я же узбечка деген емес, может, у многих көп отбасы сондай шығар, бірақ бізде андай понятие бар да, типа, ұл дос, что за тема деген сияқты. қалай ұл дос, типа, ұл мен қыз дос бола алмай ма? Ну, я туыстар, типа, қалай ол. И Есентаймен дос болып жүрген кезде Есентай Жезқазғанға келеді. А мен Есентаймен доспын ол кезде. И енді ол Жезқазғанға келіп тұр ғой, и Жезқазғанда мен ғана оны танысымын. Енді қонаққа шақырамын деп ойладым. И мамаға айтам, Есентайды қонаққа шақырғым келеді деп. И мамаға айтады, қосынбай ертең туыстар сөйлейді ғой деген сияқты. Какой-то бір мужчинаны үйге кіргіздің деген. Сосын айтты, мам, ты че, ол мен досым ғой. Кстати, ол сіздерде қатты ғой ондайға, өте қатты ғой, бізден де қатты ғой, прям, иә, даже. Ну, я сравнительно ондайға, прям, мен естуім бойынша. Ну да, у нас такое прям өте қатты. И вот айтып берейін да сол істерді. И потом сол мама айтады, короче, ертең сөйлейді туыстар, керек емес, неге келді ол вообще Жезқазғанға, кім ол вообще, сен неге олмен дос болып жүрсің? Я говорю, ту, мам, күшті бала, блогер, ертең ұят болады, ертең сторисынан салады, сосын сөйтіп қорқытасың ғой енді мамаларды ше, сторисынан салады, Жезқазғанға келдім, үйіне де шақырмады. Ол мен коллегам, иә, вы че, мы должны это... Иә, шақырайық наоборот деп, сосын әзер көндіріп, мамасын тамақ істеп, стол істеп, плов істеп, Есентайды үйге шақырдым. И бірінші рет андай менің андай ол дос біздің үйге келіп тұр да, менің досым ол еще. И андай мамамен сөйлесіп бастады, Есентай әңгіме айтты. Мама басында жақтыртпай отырды да, андай дым сұрамай кетіп қалып, бүйтіп андай кеттім мен шай құяйын деп сондай. Типа қатал көрсетіп өзін. Осыны Есентай любой адаммен сөйлесіп тіл табыса алады ғой. И біз мамамен сөйлесіп кетті да. И Есентай кеткеннен кейін мама айтады, вот күйеу баламыз осындай болу керек біздің демеші. Миыма қойып ұстады ғой. Вот, жақсы бала ғой, қарашы қандай. Сөйлегені күшті, әп-әдемі бала. Өше өзіме ұқсайды, өзім сияқты қап-қара бала екен деп ше мама. Сосын екеуміз Есентай екеуміз жүріп бастағанда, Есентайдың ата-анасы и менің ата-анам қатты бірінші болып қуанған осы кісілер. А сізде қандай реакция болды маманы солай айтқанда? Мам, Кумаш, он не в моем вкусе, сондай болды ғой. Мы друзья. Да, мы просто друзья. Кумаш, мама деп сондай. Но, типа, жігіт пен қыздың арасында и доста, и махаббатта болуын дәлелдедіңдер ғой. Ну, получается, да. Молодцы. Сезімдеріңізді айтып үлгермей қаламын деп қорықпайсыз ба? Жоқ, мен всегда сезімдеріңізді смело айта бересіз. Қорықпайсыз. Қорықпаймын ондайдан. Всегда айтамын, бүкіл достарыма да андай махаббатым ашылып кетеді резко. Есентай екеуміз, кстати, сондаймыз. Мен білмеймін, вы замечали, Есентайдан да сондай бар. Ол андай достарына мен сені жақсы көремін дейтінен қорқып, андай ұялып, ондай жоқ ше. Иә, Есентай любовь айта салады бірдеме. Или хейтті айта салады ғой Есентай. Сорлы болып тұрсын бірдеме деп. Кстати, Есентай мен туған күніне құттықтауға фото салған жоқ. Салам деп, помните, обещал же? Он обещание не держит, оказывается. Ол қорықпайды, потому что сенен. Қорқатындардың бәрін салады. Потолок айтам. Бастырылу бар ғой, білесің ба? Иә. Бәрін проблемасы ғой, мынау бастырылу дейтін. Мен, короче, 5 жыл бұрын біз Манхэттенда тұратынбыз подругамызбен. Күнде бастырылатынбыз ғой. И тұра беретінбіз.
сол чувство уже андай нормально болып қалды бізге бастырылу дейтін. Ол походу ол квартираға оған дейін бір енді Манхэттен ғой ол. иә Манхэттенда сондықтан андай нетілмеген шығар, тазаланбаған квартира болды да андай неден. Еще ол кезде андай қатты ондай религиозный мындай нелерің жоқ қой. Адыраспан алып сонымен жүргенмін. Бастырылу дейтін қорқынышты ол бастырыламын деп қорықпайсың негізі. Но сол ситуацияда қатты қорқыныш ситуация ол. Вот есіңде маған недавно буквально 5 дней назад жаңа страх алып келді ғой. Қандай? Мен по идее бастырылудан қорықпаймын. Потому что мен содан өтіп кеттім уже ол бастырылудан, и в принципе андай мен үшін ол нормальный чувство болып қалды да бастырылу дейтін. И осыдан 5 күн бұрын есімде екеуміз шаршап келдік, кәдімгідей бір достарымызбен кезіп мафия ойнап сөйтіп таңғы 4-ке қарай келдік та сразу ұйықтадық, короче. И мен уже ұйықтап бара жатырмын, и бір кезде есімде бисмиллахир-рахманир-рахим деп сөйтті, короче. Түсінбей қалдым. Сосын қараймын, жан нормально деп ұйықтайды. Қайттан бір 5 минут өтті, қайттан бисмиллахир-рахманир-рахим сөйтті, короче. Андай бүкіл денем тіркеніп кетті да. Жан нормально. А ол маған айтпай жатыр, мен қорқытуға не істеп жатыр да. Что мен қорқытпайын деп айтпай жатыр. Жан айтса не болды деп. Нормально дейді. Сосын тағы істеді, короче. Сосын свет қосам, жан тұршы, не болды, айтшы не болды деп. Мен андай сен қорқып қаласың дейді да. Сосын айтам, бар дәрет алшы барып деп. Потому что мы пришли, мы сразу легли, короче. Барып дәрет алады, келеді, аят аль-курси қосып қояды. Соны айтып отыр, и былай күлкісін бүйтіп ұстап отыр да өзін. И оқып отыр. Аят аль-курсиді оқып болды. Сосын не болды, айтшай деймін да, айтады, жаңа екеуміз жаттық дейді да. И вроде андай менің өнім сияқты дейді да ол. Сен бүйтіп жатсың, мен сені құшақтап отырмын, екеуміз жатырық. Екеуміз осылай жаттық. И екеумізді бір апа келіп құшақтап отыр. Бір апа келіп құшақтап отыр. И мен ана апаға қараймын да, апа кімсіз? Ұйқым келіп отыр, пожалуйста кетіңізші, ұйқым келіп отыр деп айтып отырмын дейді. Сосын ана апа маған просто бүйтіп қарап тұр. Вот я лежу вот так, и сен лежишь, и он меня вот так обнимает, и вот сзади меня это апа, екеумізді вместе обнимает. И шашы андай серый киімдегі апа дейді да. Сосын Есентай вот так перевернулся, лег, и ана апа былай диваннан бүйтіп айналып Есентайдың дәл алдына бүйтіп келіп тұр. Короче. Дәл алдына келіп тұр Есентай. И Есентайдан маған қарады, мұрны ұзарып жатыр, и маған бүйтіп жатыр. Байқа деген сияқты бүйтіп көрсетіп жатыр дейді, короче. Прикинь. И потом мен дәрет алды ғой, тұрды, дәрет алды. И аят аль-курси оқимын дейді. Аят аль-курси оқып жатқанда миына андай күлкі келіп жатыр ғой, андай құлағына күлкі естіліп жатыр ғой, прикинь. Из-за этого қандай қатты біреу күліп жатса күлкің келіп кетеді ғой, болады осындай чувство. И күліп жатыр, и өзімнің күлкімді бүйтіп тыйып отырмын дейді да. Әзер күлкім келіп жатыр өзімнің, потому что андай құлағым бәрінде күлкі болып отыр дейді да. Прикинь. Сол жаңа қорқыныш алып келді ғой маған. Потолок 5 күн бұрын. Мынаны кесіп алдикка тизерға жіберіп сатып жүрген болды оны дәстүрге ше. Вот буквально 5 күн бұрын болды осы случай, представляешь? А вообще это потолок история, да? Мен вообще қорқып қалдым. И мне теперь всегда кажется, бір апа үйде жүрген сияқты. Өз болашағыңыз үшін қорқасыз ба? Вообще болашақ үшін қорқасыз, өзіңіздің болашағыңыз үшін. Мен іздеуін сенен қорқатын адаммын деп па. Болашақтан қорықпасың ұят дейді. Қалай қорқпаймын десе. Қорқасың ғой по-любому. Қорқасың ғой. Ну не қорқытады? Типа, что ты, типа, финансовый жақтан ба? Жоқ, мен больше неден қорқамын, то что дымсыз қалудан ба бір моментте? Мен өліп қалудан қорқамын. Вот честно скажу, мен сонда өлімнен қорқамын только. Пока что сондай менде. Может, менің уровень имана әлі до такой степени өскен жоқ, чтобы не бояться этого. Ол қалай өлуден? Просто өліп қалудан ба или өлу процесінен ба? Типа андай самолет құлап баратады да, и вы понимаете, что вы умрете, и вот сол ситуациядан ба, и просто утром не проснуться ба? Нет, просто мен өлсем не болады ертең деген сияқты. Типа мен қалай жауап беремін деген сияқты бір смыслда. Ол. Вообще бүкіл қорқыныш, бүкіл нәрсе біздің басымызда ғой, по идее.
Мы сами выбираем, как нам жить и какую эмоцию испытывать негізі. Да. Как андай болады ғой, жынданудың өзін ты сама выбираешь, либо осы кезде жындану, либо жынды андай тиіп тұру, ұстап тұру деген сияқты. Так что бәрін өзіміз устранять етеміз ғой, негізі былай қарасаң. Негізі, иә. Мен всегда өзіме осы айтамын ғой, ты все сама усложняешь. Сен өзің негізі ол қорқыныш эмоцияны өзің притягивать етіп жатсың миыңа. Или өзің біреуге ренжісең, сен өзің выбирать етіп жатсың ғой ренжуді. Иә. Негізі, иә. Иә. Так что андай жеңіл өмір Легко. Жеңіл ойлау керек. Вообще қорқыну, ой. Иә. Там бит істейді, че. Зато қорқыныш жоқ деген сияқты.